Бәйтен Омаров атындағы жас сахна театры шымылдығын Жәмила премьерасымен ашты. Жаңа маусымдағы бұл туынды театр репертуарындағы алғашқы қазақ тіліндегі қойылым. Ізденімпаз жастардан құралған театр қойылым үшін Қырғыз елінен режиссер Ұлан Мырза Қарыпбаевты шақырған. Режиссер мен актерлік құрам Шыңғыс Айтматовтың Жәмила повесін таңдапты. Көптеген тілдерге аударылған шығармада тек соғыс зардабы немесе әйел тағдыры жайлы емес, одан терең үлкен махаббат оқиғасы баяндалады. Қырғызстаннан арнайы шақыртылған даңқты жазушының ұлы әкесінің жаны қазақ елімен бірге болды дейді. Аты Жәмила. Кішкентай бала. И вообще он считал, что казахский народ — это его... Әкем Қазақстанды өз елім деп есептейтін. Ол үшін екі ел арасында шекара болмаған. Балалық шағы өткен, өскен шекер ауылы Қазақстанға жақын орналасқандықтан үнемі осы елмен тығыз байланыста болды. Осы елдің салт дәстүрін жақсы білді. Бұл Жәмила повесі алғашқы туындыларының бірі болса да, өте танымал еді. Жәмила жас театрдың көрерменге алғаш рет ұсынған қазақ тіліндегі спектаклі. Автордың махаббатты биік қойғанын, қойылым режиссері де шынайы көрсете білді дейді келгендер.